Құрметті менің оқырмандарым, Өмірай арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз екі күйеулі келіншек жалғасы 4-ші бөлім. Қолдай отырыңыздар, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ал біз әңгімемізді жалғастырайық. Күзге қарай тәтемнің жылын өткерген соң, әкемді ұлдарымен көшіріп алдым. Әкемнің зейнетақысы нан шайға жарайды. Ұлдар отын суға жарап қалыпты. Сонда да 8 баламен 2 ересек адамның ішіп жемі мен күнделікті керегі оңай ма? Әпкенің рөлі деген қандай қиын. Жауапкершілігі. Жетім балалар үшін анасынан кем болмау керегін ұқтым. Оның үстіне есігінің алдында отырғанымызды міндетсей ме? Енем де үйінің бар шаруасын менің мойныма артып қойды. Екі үйдің ортасында зыр жүгіремін. Емізулі балада қуатымды алады. Тәлтіректеп әрең жүрмін. Не байы бар әйелге, не байы жоқ әйелге жатпайым. Балалар да тірі әкесін бір көрмейді. Жалғыз ұлдан туған 5 баланы әжелері есігінен қаратпайды. Мен бір жақтан арқалап келгендей. Қуып жіберейін десе, Құдайдан қорқа ма? Әйтеуір жаздық үйін қиып отырды. Еркектің ынжығы қандай жаман. Ұлының ішіп жүргенін жоғына күйініп жүр деп қабылдайды анасы. Қалайда сол есіктің алдында құл болғаннан балаларым мен бауырларымды құтқарым келіп аласұрдым. Өзім жұмыс істемей, жағдайымыз түзелмейтіндей болды да тұрды. Алдымен барып, аудандық сотқа күйеуіммен ажырасатыным жайында арыз қалдырдым. Қаланың ішінде бізге күн жоқ. Маңайдағы ауылдарға барып жан бағайық деп ойладым да, бір күні қалааралық кез келген автобусқа мініп, басым ауған жаққа тартып кеттім. Күні бойы 2-3 ауылға барып, кеш бата бір ауылдан шықтым. Біреуден ауылдық кеңсені сұрап алдым да, тауып келдім. Ол кезде тың игерушілердің совхоздары көп, соның Ленинскі дегеніне кездесіппін. Директордың кеңсесіне келдім. Алдындағы хатшысына амандасып, бастығына кірейін деп едім, жібермеді. Жұмыс уақыты аяқталды, ертең келіңіз дейді. Мен мұнда қонатын жерім жоғын, қаладан келгенімді айтып тұрғанда, жабық емен есікті шалқайта ашып, зор денелі орыс шықты. Оған хатшысы, мына ел сізге кірем деп қоймай тұр деп жеткізді. Өзі жазықсыз сияқтанып. Кірсін деді де, үлкен кісі қайта кіріп кетіп, ортадағы өз орнына барып отырды. Мен есіктен аттадым да, ары қарай аяғым басылмай тұрып қалдым. Директор әлде бір қағаздан басын көтеріп, кел, не болды, деді. Сізге жолығайын деп келдім. Келе ғой, нешінші сыныпта оқисың? Дегені маған қарап тұрып. Сізден жұмыс сұрап келдім. 5 баламен қиналып кеттім. Деп әдейі бірден баланың санын айттым. Директор көзі бақырайып, сенің 5 балаң бар ма? Деді. Иә, анам ерте өлген. Қолымда 5 балаға қосымша әкем. 3 інім бар, деп едім. Ой, пырмай, өзің дюймовочкаға ұқсайсың. Күйеуің бар ма? Деп күлді. Бар, бірақ ішіп кетті, деп жағдайымнан біраз хабар бердім. Директор тыңдап отырды да, бір кезде, қолыңнан тамақ жасау келе ме? Деп сұрады. Көпшілікке тамақ жасап көрмесем де, келет дедім. Онда ауыл шетінде бос тұрған 2 бөлмелі үйге көшіп келде, таңертең егіншілерге аспаздыққа шық, деді де, бригадирді шақырып алып, ана үйдің кілтін бер, КамАЗ жіберіп көшіріп ал, ертеңнен бастап саған аспазшы болады деп қосып жіберді. Мен КамАЗбен үйге келсем, әке мен балалар жиылып түйіліп отыр. Сол қалпында көшіп жүре беруге болады. Әкем аздап құмалақ ашатын өнері бар еді. Мен күні бойы үнсіз жоғалып кеткенге қорқып, құмалақ ашып, балаларға
Мамаларың көлікпен келе жатыр. Бізді көшіріп әкетеді. Дайын отырыңдар, дейді де заттарды буып түйе бастайды. Талғат пен жүргізуші көліктің үстінде. Заттарды алып, әке мен інілерім төменнен беріп жатыр. Мен балаларды киіндіріп, заттарын түгелдеп жатқанмын. Қаңғы бастар, тағы қайда көшіп барасыңдар, деп айқайлап енем келді. Арғы жағынан шаламас ерік шықты. Бар, заттарды түсір, оның бәрі сенің еңбегің, деп ұлын итеріп мәшиненің үстіне шығарып жіберді де өзі көршілерге қарай аттандап жүгірді. Бізді тастап кетіп барады. Көмектесіңдер, көмектесіңдер. Біздің заттарымызды тиеп барады, деп айқайлап жатыр. Ол кісінің аттанымен көршілер де жиналып қалды. Біз төменнен әпереміз, еріктері лақтырады. Енемнің шаңқылдаған дауысы. Балалардың жылағаны бар, есіктің алды азан-қазан болды. Жарым түнге дейін у-шу болып, таласып, тармасып жүріп, көштің бетін сыртқа бұрдық. Жеңілген кемпір ойбайын салып қарғап, ерік ең болмаса балаларын сүюге де жарамай қала берді. Егер шешесі екеуі балаларды бермейміз, қайда кетіп барасың деген болса, әкем мені тоқтатар еді. Мен де ойланып қалар ма едім. Ондай парасат олардан қайдан шықсын. Бір кезде осы үйге жалғыз өзім ерікке еріп келіп едім. Енді 5 баланы құшақтап, басым ауған жаққа кетіп барам. Мәшиненің терезесінен менің болашақ өмірім сияқты қараңғы далаға жас толған көзім бұлдырап қарадым. Балапандарым бауырыма жабысып алып, жылытып келеді. Түнделетіп жүрген көлігіміз ауылдың шетіндегі үйге тоқтады. Бізді күтіп жүрген бригадир бөлменің ортасына жерге газет төсеп, үйінен әкелгендермен тамақтандырды. Таң атқанша өзімнің еншіме тиген үйге жайғасып, таңертең сағат 8-де егін басында болдым. Егіншілердің орақ кезінде тұратын, тамақтанатын үйін бірінші рет көруім. Бір қабатты барак типтес үйлердің алды, егінді оратын, май таситын, жинайтын, тасымалдайтыны бар толған техника. Асханасы мен жатын орындары бөлек-бөлек. Маған тигені дәу-дәу кәстрөлдер мен қазандары. Сақырлаған темір ыдыс аяқтары бар асхана болды. 30-дай еркекке таң сарғайғаннан тұрып, тамақ пісіріп, оразасын аштырып, түскі астары мен кешкі астарын уақытында беріп, ыдыс аяқтарын жуып төсегіме жарым түнде мұрттай ұшам. Апта сайын төсек орындарын жуып ауыстырамын. Жанымда үлкен інім Талғат, көмекші. 30-ға енді толған кезім ғой. Мен 8 баланың жайымен шаршап шалдығып, күн көріс қаммен жүргенімді егінші механизатор еркектер қайдан ойлансын. Олар үшін әйелдің аты әйел. Оның үстіне күйеусіз, жап-жас әйел орталарына келді. Біреуі әзілдескісі келіп, екіншісі қамқорсып, үшіншісі әдейілеп тиісіп маза бермейді. Өзім осылар сияқты бір еркектен қашып келгенімді қайдан білсін. Әйтеуір еркек деген атым бар ғой дейме, қырындап үйлерінен 40 қадам шығып кеткен бойдақтар өнерлерін маған көрсетеді. Кейбіреулері кеш түсе ішіп алып, қызу жүреді. Онда мені жағалап, жақындау келіп қалса, жамбасынан сипап, тіпті құшақтап алуға ұмтылып, әуре сарсаңға түсіреді. Жігіттердің менімен әзіл жарастырғысы келгенімен, біразы менен жас. Солардың ортасында Анвар деген татар жігітінің маған деген ықыласы ерекше болды. Өзі менен 9 жас кіші. Үйленбеген, таза бойдақ. Аудан мен екі арада орылған астықты тасиды. Аптасына 1 рет ауылға барып, әке мен балаларды көріп, жейтін тамақтарын жеткізіп беріп қайтам. Сол кездері кейде Анвардың машинесімен баруға тура келіп қалады. Соңғы кездері оның мен үйге баратын уақытыма, өзінің уақытын ыңғайлап жүретінін байқап қалдым. Анвардың басқалардан ерекшелігі, орынсыз әзілдеп,
сүйкене кеткісі келіп тұрмайды. Не істесе де шынайы, сөйлесе ақ жүрегімен ақтарылып тұрған сезем. Көмектессе бар ықыласымен қамқорлық көрсетіп тұрған сеземін. Ол менен кіші болғаннан кейін қатты ыңғайсызданып, одан алыстау жүргімде келеді. Көбіне өзімнен үлкен, әкем қатарлы ағалардың көлігіне мініп, солардан көмек сұрауға тырысып жүрмін. Қанша қашсам да күндердің күнінде көлігіне мінуге тура келді. Анвардың өзі де соны байқап жүр екен. Гуля, енді қашатын жерің жоқ, бүгін ауылға сені мен апарам, деп күліп, есіктің алдына әзірлеп қойған қоржын қошалағымды таси бастады. Маңдайға жазғанын көреміз енді, деп көлікке міндім. Маңдайға ғана емес, тағдырға да жазылып тұрғандаймыз ғой, дейді қу татардың баласы. Көріп келің бар ма? Менің алдыма барып келетіндей. Көріп келден гөрі сезіп келіміз жылдамдау сияқты. Ал сезіп келіңіз нені сезе қалыпты? Жаны қалап тұрса да қашатын әйелдерді қуып жүріп ұстап алу керектігін. Өзінен 10 жас кіші інісін жаны қалап тұрғанын сезіп келіңіз қалай біліпті? Махаббат жас талғамайды. 5 жас бел құрдас, 10 жас ол да құрдас дейді. Сезіп келіңіз еркектен әйел бұрын қартаятынын сезе ме екен? Жас еркек сүйіп, баптаған әйел қайта жасаратын көрінеді. Ол әйел жас еркекпен баптанып жүргенде, оның 5 баласына кім бап жасайды екен? Ақыл жастан дегендей, ол еркек жас болған соң, ақылы бар жігіт сүйген әйелін балаларында сүйеді екен. Осылай ойда жоқта әзіліміз жарасып, әзілдің астарынан көп сырды ашып алдық. Сол күннен бастап менің ауылға баратын сәтімді Анвардың аңдып жүргенін ішім сезетін. Ол кейде түскі ас кезінде асханаға келіп қалса, қолғабыс жасап жіберуге де ұмтылатын. Мен шамамның келгенше одан өзімді аулақта ұстауға тырыстым. Егін басында жүрген осынша еркектің ешқайсысымен жақын қарым-қатынас жасамауға ұмтылдым. Ондағы ойым, біреуімен жақындау табыссам, басқасы да айналдырып, мазамдалатын шығар дегенім еді. Ешқайсымен әзілдеспеймін. Өзімнің олардың біреуіне қарындас, екіншісіне әпке екенімді көрсеткім келетін. Бірақ әртүрлі ұлттың еркектерінің басы қосылған ортаға менің қазақ әйеліне тән ибамның керегі шамалы екенін бір ожар сездірді. Коля деген дәусары еркек тамақ бергенде де, бөлмелерін жайыстырып жүргенде де, шегір көздерін алмай қарап отыратын. Мен ісімді атқарып болғанша, оның жанары менің нәзік жанымды қырық-шұқыр тесіп тастайтын. Үндемейді, бірақ тесіліп қарайды да отырады. Қолымдағы шөмішімді, ыдысымды түсіріп алам. Не істесем де ісімнен жаңылып қалам. Бір күні сол нақұрыс жатын бөлмесінде жұмысқа бармай қалғанын байқамаппын. Егіншілер ерте тұрып кеткеннен соң бөлмелерін тазалап жүргенмін. Ең соңғы төсекке жақындағанда оның төсекте жатқанын көрдім. Өзімде ол бәледен қашып жүруші едім. Сол әдетті мен көре сала үндемей бұрылып кетіп бара жатыр едім. Артқы жағымнан келіп бас салды. Зәрем ұшқаннан аяғым тайып, бөлменің ортасына сұлап түстім. Өзі дәунеме мені жерден көтеріп алып, өзінің төсегіне алып ұрды. Қолымен ұрып, аяғымен тепкілеп, айқайлап қарсыласып жатырмын. Бауырым талғат сыртта болатын. Менің үнімді естейтін ешкім жоқ. Бәрі жұмыста. Қаншық, 5 бала тауып, қыздай болғандайсың ғой. Саған еркек керек емес дейсің бе? Деп тұншықтырып барады. Өзі шалбарын сыпырып үлгеріпті. Бір қолымен менің іш киімімді тартқылап жатыр. Сасық демімен аузыма жабысып алыпты. Тұншығып барам. Алдап құтылайын деген ой сап ете түсті басыма. Аузым босай бере, Коленька, өлтіресің бе?
Немене, жай айтпайсың ба деп, сыбырлаңқырап сөйлеп едім. Жүрегіне әсер етті ме, мені өзі көнеді деп дәмеленді ме, кішкене қолын босатты. Талғат кіріп келсе қайтеміз, ең болмаса есікті жаппайсың ба? Дедім тағы қуланып. Әйелдің қулығынан еркек қашанда жеңілген емес пе? Ол ақымақ мені шынымен босатып, қазір жабамыз, Гулечка, деп мені бауырына басып қысып-қысып жіберді. Сұмдық, қуанып кеткенін шегір көзінен ұшқан нұрдан байқадым. Денемнің сәл босағанын сезген соң, аяқ қолымды жиып, халатымның өңірін жауып, есікке қарай тұра жүгірдім. Аяғым төсектердің теміріне соғылып, есікке жеттім-ау. Артымнан Коля ырсылдап келіп қалды. Есіктен атып шықтым да, «Талғат, Талғат!» деп айқай салдым. Коля менің артымнан далаға жүгіріп шықпады. Алданғанын енді біліп, есікті керіп қарап тұрды. «Тағы қолыма түсерсің әлі», деп тістенді. Мен айқайлағанға Талғат келе қоймады. Алыстау кетіп қалса керек. Денемнің әлі дірілдеп тұрғанын сездім. Асхана жаққа кіруге артымнан Коля келіп қалама деп қорықтым. Жатын орынға жапсарлас техника жөндейтін шеберхана бар еді. Соған қарай жан ұшыра жүгірдім. Бағанағы жанталасқан жерде аяғымдағы шарқайым қалып қойып еді. Жалаң аяқ, табаныма бірдеңелер батып келеді. Алыстан шеберхана алдында бүкіреңдеп жүрген орыс шалы Миша ағайды көрдім. Соған жетіп келдім. Алды жыртылған халатымды қаусырып алғанмын. Жалаң аяқ, шашым жалбырап кеткен. «Миша ағай» деп, манағы Колядан көрген зорлық-зомбылықтан жылап жібердім. Шал белін түзеп, түрімді көріп, «Қызым-ау, не болды?» деп қолымнан ұстай алды. Коля дей берем. Коляға не болды дейді. Қорқынышты деп, бетімді басып жерге отыра кеттім. «Немене? Ол зекті біреу өлтіріп кетті ме?» дейді Миша ағайым. Оның зек өлтіріп деген сөздерінен шошып, одан әрімен айқайлап жылайым. Шал екеуміз бір-бірімізді түсінбейміз. Шеберхананың түпкі жағынан Бах деген комбайнер шықты. «Сендерге не болған?» дейді бейғам. Өзі сондай сабырлы кісі еді. «Мына қыз Коляны біреу өлтіргендей жылайды, барып келші» дейді. Түк түсінбеген шал. Ол мені зорламақшы болды деп айта алмай тұрғанымды қайдан білсін. «Колялар егінге кетті емес пе?» деп Бах жатаққа баруға ерініп тұр. «Кел, мына отырғышқа отыршы, түсіндірші» деп шал мені қолынан сүйреп тұрғызып сәкіге отырғызды. Әйтеуір біреуге шағынармын деп келген басым, зек деген сөзден қорыққанымнан көрген қорлығымды да айта алмадым. Тек өксік-өксік жылап отырмын. Орындықта қасымда отырған шал, қалтасынан дорбасын шығарып, газет қиындысына махорка орай бастады. Бах аяғын балпаң-балпаң басып жатаққа кетіп барады. Не болса да көріп келейін десе керек. Миша ағай бір темекіні сорып болғанша жылағаным басылды. Ол кісі маған бұрылып бір кезде «Гуля, қызым, айтшы не болған?» деді. «Миша ағай, Коля бүгін жұмысқа бармай тығылып қалыпты» деп бастаймын балаға ұқсап. «Иә, ондағы ойы мені зорламақшы екен. Қарай көр» деп, енді шал менің сөзіме ынта қоя бастады. Мен болған жайды айтып, өзіне қашып жеткенімді естігенде орнынан атып тұрып, «Жүр, мен оған көрсетейін әлсіз әйелге зорлықты» деп қолымнан сүйрей жөнелді. Біз келсек, Коля түк болмағандай шал жиып төсегінде жатыр. Бас жағында Бах бірдеңе сұрап, мыңғырлап тұр. Мен шалды ертіп келгенімді көріп, басын көтеріп, ала көзімен қарады. Мені қорқытқан сыңайы.
Сен неге бүгін жұмысқа шықпағансың? Деді шал. Белім шойырылып қалды. Содан екен ғой, әйелге қыр көрсетіп жатқаның, деп еді. Анау денесін көтеріп, бізге ұмтылып, көздері шапыраштанып. Сенің не шаруаң бар? Ол қатынға еркек керек екенін біліп жүрмін ғой, деді. Оның мына түрінен зәрем ұшқанмен асхана жаққа безіп жөнелдім. Түске жақын бригадир Женя ағай келді, азық-түлігін арқалап. Мен болған жайды айтып беріп, Колядан қорқам. Сондықтан аспаздықтан кетейін аманымда. Менің 5 баламен 3 інімді кім бағады? Мені өлтіріп кетсе, дедім. Шынында, зірк дегенді естіген соң, енді мені Коля аман қоймас деп ойладым. Бәрін үнсіз тыңдаған бригадир, қайда ол пәле, деді. Жатақта. Женя ағай басқа сөз айтпай жатаққа тартты. Біраздан кейін қайтып келіп, сен алаңсыз жұмысыңды істе, оны басқа бригадаға ауыстырамыз деп, маған тиісті тапсырмаларын беріп, машинасына Коляны киім-кешегімен салып алып, кетіп қалды. Жанымда Талғат болса да, күні бойы қорқынышта жүрдім. Ол қатынға еркек керек екенін біліп жүрмін ғой, дейтіндей, мен еркектерге әйелдік әлсіз мінез көрсетіп жүрмеген едім ғой, деп өзімді өзім жеймін. Сол күні болған жағдайды екінші еркектер білді ме, білмеді ме, ешкім не Коляны сұрамады, не маған білгендіктерін сездірмеді. 3-4 күннен соң қорқынышым басылып, жүрегім орнына түсіп, тірлігімді жалғастырып жүре бердім. Байқағаным, сол күннен бастап Миша ағай күніне 1-2 рет әр нәрсені сылтау етіп, мен жаққа келіп кетеді. Онысы мені еркектер мазаламасын деп, бригадир тапсырған болар деп ойладым. Өзі жас, өзінің бос әйелге топты еркектің ортасында жүру оңай ма? Сонда да, дәл Колядай арсыздық етпесе де, әзілдегенсіп тиісіп қалатындары бар еді. Ал Анвардың әзілі, әрбір сөзі менің көңіліме жағып, оны бір жақын адамымдай көріп жүрдім. Тамыздың тамылжыған бір күнінде менің туған күнім болды. Оны естіген Женя ағай тойға ұластырды. Өзі әйелін ерте келіпті. Дастархан басында маған серік болсын деп. Кешке қарай ауылымыздың жастар жетекшісі келді, әнші күйшілерін ертіп. Қырдың ар жағындағы Марат ағайдың бригадасының қыздары да келді. Ауылымызда концерт қойылып, би ұйымдастырылды. Жастар билейді, үлкендер қызықтайды. Жігіттер мені кезек-кезек биге шақырып, кештің ханшасы болдым. Анвар сол кеште жүрек сырын білдірді. Жасы менен біраз кіші болса да, сөзі мен ісі өзімен деңгейлес болғаннан кейін, сол жігітке деген менің жүрегімде де бір нәзік сезім ояна бастағандай. Күйеуімнен бөлек тұрғалы 3 жылдан, ажырасқалы жылдан асқанымен, еркек атаулыдан көңілім қалғаны сондай, олар әйелге тек төсек үшін ғана жақындайтындай көрінетін. Оның үйіне қызметші, баласына күтуші, өзіне төсекте көңілін көтеруші болсаң ғана керек сияқтысың. Анвардың әйелге деген көз қарасы мен қарым-қатынасы басқаша көрінеді. Ол жұмыстан келе маған көмектеседі. Алғашында оның маған көмектескеннен ұялатынмын. Кейіннен қайта сонысы ұнайтын болды. Анвардың менің маңайымда жүргенін байқаған басқа еркектер әзіл айтып, тиісе кетуін доғарды. Екеулеп егіншілердің кешкі тамағын береміз. Әңгімелесе жүріп, ертеңгі тамақтарының етін турап, көкөнісін әзірлеп қоямыз. Әңгімелескенде жалықтырмайтын адамдардың қосылғаны дұрыс дейтін. Баяғыда, балабақшада істегенде бір тәрбиеші апай қыздарға ақыл айтқанда. Сонысы шындық екен. Ерік пен ерлі зайыпты болып сырласып, не балалардың ісін қызықтап, сөйлесіп те көрмедік қой. Ол аналарынан қорқып, маған күндіз жоламауға тырысатын. Кейінгі жылдары
арақтан аузы босамай кетті ғой. Әке болып 5 баланың біреуін қызықтамай-ақ мамасының үйінде қалды ғой. Ал Анвар екеуміздің сырымыз да, жырымыз да таусылмайды. Күні бойы жұмыстан бір-бірімізді сағынып қаламыз. Мен кір жусам, ол сығып, жайып береді. Жексенбі күні мен ауылға балаларға барады. Тіпті кейінгі кездері өздерінің үйіндегі орыс моншасына балаларымен мені түсіріп, үйге жеткізіп салатын болды. Моншаны жағып, ішін әзірлеп қояды. Алдымен Гуля түседі, қыздарымен деп, өз үйінде ешкімді түсірмейтін көрінеді. Біз жуынып болғанда шайымыз әзір тұрады. Анасымен де таныстым. Әрине, 5 баласы бар әйелдің жалғыз ұлымен көңіл жарастырып жүргенін қайсы ана ұната қойсын. Бірақ өте мәдениетті әйел екен. Қатты сөзге келіп, не ұнатпайтындығын білдіріп, шу шығарған емес. Әлде баласының менен шығарда жаны бөлек болып жүргенін көріп, ренжіткісі келмеді ме? Күзгі жиын терін аяқталып, қысқа әзірлік басталды. Анвар ер жетіп қалған 2 бауырымды жанына алып, біздің үйдің қысқы отынын әзірлеп берді. Талғат әскерге шақырылып, әкем сол жылы төсек тартқан аурулы еді. Тұңғышым мектепке барды. Анвар екеуміз қыз бен жігіт сияқты қыдырып, киноға барып жүреміз. Маған кітап оқудың кереметін осы Анвар үйретті. Екеуміз оқыған кітабымыз жайында пікір таласып қаламыз. Бір күні қаладан балаларға «Рассвет» деген түрлі түсті теледидар әкеліп берді. Менің байғұс балаларым мен інілерімнің қуаныштарында шек жоқ. Бар ермектері сол болды. Қиындықтарымыз бен қуаныштарымыз қатар өріліп, күндер өтіп жатты. Көктем шыға тағы егіс басталып, Анвар екеуміз бригада жұмысына шықтық. Бұл жолы жанымда бауырым Талғат жоқ. Анвар екеуміз асхана жақтағы менің бөлмеме бірге жайғастық. Онымен өткізген әр түнім ертегі, әр таңым бақыт таңы еді. Оның ыстық құшағы бүкіл тұла бойымды ерітіп, арамыздағы жас айырмашылығында ұмыттыратын. Өзімді тұңғыш рет еркектің қойнында жатқан жас қыздай болатымын. Кітаптардан оқып, кинодан көретін оргазм деген төсек ләззатын содан сездім. Ана 5 баланы қалай туғанды да білмеймін. Ерік екеуміз ерлі зайыпты дегенді мынаның жанында әйтеуір атқаруға тиісті міндет деп қабылдаптық қой. Бригадир Женя ағай біздің жұптық жағдайымызға мән де бермеді. Кәдімгі бір отбасы сияқты қабылдады да қойды. Онымен тұрып жатқанымызды өзі ауру әкеме қалай айтайын? Үйдегілерге ештеңе деп сыр ашпадым. Баяғыдай бірге келіп кетіп, әркім өз үйіне қонып жүрдік. Біздің төсектес тұра бастағанымызды Анвардың шешесі күзге салым біліп қалыпты. Ұлына ренжіп, комбайнды таста, қалаға кет деп шу шығарыпты. Бір жолы балаларға келген кезімде, кешке қарай есіктен кіріп келе жатқан Расила апайды көрдім. Ішім бір бәлені сезіп, денем суып кетті. Сәлеметсіз бе, Расила апай? Деп амандастым. Ол кісі есік алдында тұрып, амансың ба? Сыртқа шықшы, сөйлесейік, деді салқын қанды. Үндемей ілесіп, қақпа сыртына шықтым. Апай мені ауылдың шетіне бастады. Біздің үй болса да, ауылдағы соңғы үй ғой. Гуля, сен жақсы әйелсің, жақсы анасың, сөзім жоқ. 5 баланы тапқан ана менің жағдайымды түсінуге тиісті. Сені мен Анвардың жолдарың 2 бөлек. Мен сені қазақ, бізді татар деп отырған жоқпын. Менің ұлым сенің Талғатыңмен қатар екенін білесің. Әйел үшін еркектен 9 жас үлкен деген үлкен айырмашылық. Басында мен сендерді бірге істеп жүрген соң, араларында достық бар деп қабылдадым. Енді мына бірге тұрып жатқандарыңды мен түсінбеймін. Ұлыма айтсам, мен Гуляны сүйемін деп қоймайды. Сүйсе сүйетін шығар,
Сен төсекте тәжірибелі әйелсің. Оның алғаш көргені де сен шығарсың. Сондықтан сенімен тұрғанды өмірдің қызығы деп жүр. Ертең қыздарың өсет, сен қартаясың. Сонда еркек күшейеді 40-қа қарай. Сол кезде сенің өзіңе қиын болады. Жолдарыңды бөліп алыңдар. Сен оның бағын байлама, дейді. Рәсила апай, мен оған жамандық ойлап жүрген жоқпын. Мен де оны жақсы көрем, дейм. Сүйем деуге ұялып. Иә, менің ұлым. Қыздар жақсы көретіндей жігіт. Сен оған жамандық ойламасаң, оны босат. Ертеңгі күні оған жақсы, жас қыз кездессе, ол, сен 5 баласы бар, бір әйелмен төсектес болғансың деп кінәлауы мүмкін. Өмірін бұзба, сенің де балаларың бар. Кейін солардың басын біреу айналдырып алса қайтесің? Деп маған зіл артқандай болып кете барды. Тыңдағанға оның анасының байбаламы да орынды. Ертесі мені алып кетуге келген Анварға жол бойы шешесінің келгенін айтып, екеуміздің екі айырылғанымыз дұрыстығын түсіндірумен болдым. Әнейімнің менің жеке махаббатымда жұмысы болмасын. Мен саған үйленемін. 5 түгіл 10 балаң болса да деп ол қоймады. Бүгіннен бастап көрпе төсегіңді ортақ жаттаққа шығарайық. Мен саған ренжімеймін деймін. Жолдың ортасына көлікті тоқтатып қойып, сүйіп, есімді шығарды. Сол күннен бастап өмірін бұзба, сенің де балаларың бар, деген Рәсила апайдың сөзі құлағымнан бір кетпей қойды. Менің де қаладан далаға сандалып көшіп келіп, топты еркектің ортасында жүргенім сол қара қазан, сары қарын балаларының қамы емес пе? Олардың өмірі бұзылатындай болып жатса, мен де кімнің болса алдына барам ғой. Жалғыз ұлы үшін ана зұлым ақсақ темірдің алдына да барған ғой. Мені қанша сүйсе де, Анвар әлі 25-ке толмаған жас жігіт емес пе? Деген ойлар санамнан бір кетпей қойды. Анвардың қойнында жатып та соны ойлайтын болдым. Анварды қусамда кетпей қойған соң, көктемге қарай Рәсила апайға Анварға жақсы бір қыз тауып берейік деп ұсыныс айттым өзім. Маған ренішті болып жүрген апай қуанып кетті. Қайдан табамыз? Анвар көнбесе қайтеміз? Деп есі шығып кетті. Ол кісі ұлының мен қашсам да қоймай жүргенін білетін көрінеді. Сіз де, мен де қарай жүрейік. Соған лайықтау деген қыз көрсек, алдымен өзіміз танысып, содан соң оған таныстырайық, деп шештік. Сен де оны үйіңе жолатпай қой, дейді. Сонда да Рәсила апай. Тыңдаймақ емес пе? Көші-қон көп болатын. Сол жазда Ленинскіге біраз механизаторлар көшіп келді. Солардың бірі Матько деген украин отбасы болды. Бой жеткен қыздары, ер жеткен ұлдары бар көрінеді. Ұлдары біздің бригадаға келіп қосылды. Қыздарының біреуі ауылдағы қырманда астық қабылдау пунктінде істеп жүрді. Бір жолы сонда Женя ағайдың көлігімен барып қалғанда көрдім. Мен сияқты шүлбиген емес, аяқ қолы балғадай, екі беті анардай әп-әдемі қыз. Анварға қалыңдық іздеп жүрген маған ұнай кетті. Атын да білмейм. Осы қызды қайтсем де Анварға таныстырам деп ойладым. Ауылға келгенімде ретін тауып, Рәсила апаймен кездестім. Осылай деп айтып шықтым. Ол кісі қуанып кетті. Мен сені осындай ақ көңіл, адал әйел деп ойлаушы едім. Анвар сені сол үшін сүйген ғой, рахмет деп, ұлы бүгін үйленетіндей қуанып, мені отырғызып қойып, дастархан жайды. Екі әйел шай үстінде Анварды Матьконың қызымен қалай таныстыратынымызды ойластырып жатқанда, жігітіміздің өзі кеп қалсын. Анасы екеуміздің әп-әдемі болып отырғанымызды көріп, қуанып қалды. Сүйген әйелі анасымен тату болғанын кім жек көрсін? Соңғы кездері менің өзінен қашқақтап жүргенімді сезіп, қайтып, тілін тапсам екен деп, мені жас қыздарша айналдырып жүрген. Еркелеп келіп, ортамызға отыра кетті. Ойында түк жоқ. Екеуің өмір бойы осылай екі жағымда отырсаңдар ғой,
деп қояды. Рәсила апай қоймай жүріп, қырманға барып, Матьконың қызының атын біліпті. Марина екен. Алматының Ақпорты сияқты деп апай тамсанып қоймайды. Енді екеуміз қыз бен жігітті қалай таныстырамыз деп жоспар жасауға кірістік. Рәсила апай, мүмкін болса, ол қызға көрінбейін. Қанша айтқанмен мен туралы. Кейін оған елдер жақсы айтпас, дедім. Оның да дұрыс, мен сол қызбен таныстыр да жабыстыр деп Рәйлаға айтайын деп өзі шешті. Рәйла апайдың кенже сіңілісі. Ауылдық кооператив дүкенінде істейді. Халықпен күнде байланыс жасап отырған адам ғой, бір жөнін табар. Рәсила апай, егер Анвар сол қызбен табысса, мен соның бақытын бұзбау үшін осы ауылдан көшіп кетемін деп, көптен іште ойлап қойған сырымды да жасырмадым. Шын айтасың ба? Соның бақыт үшін кетесің бе, қызым? Шын айтам. Анвар мені сүйген үшін рахмет. Сол үшін мен де оған бақыт тілеймін деп жылап жібердім. Шын сүйген адам сүйгеніне бақыт тілейді. Сен де сүйген екенсің деп келіп, құшақтап, бетімнен сүйді. Бауырым Талғат әскерден аман есен оралған соң, 8 баланы жиып теріп, қалаға қарай қоныс аудардым. 5 жылдай басыма пана, от басыма жылу болған Ленинск ауылында бір төмпешік болып Абзал әкем қалды. Осында жаным жаралы, жүрегім қаралы болып келіп едім. Анварға кездесіп, қырдың гүліндей құлпырып, жаным жадырап, жүрегім мейірім шуағына бөленді. Мені жанындай сүйген Анварымның бақыты үшін береке бірлікті, бауырмал ауылдан махаббаттың машақатымен қашып барамын. Құрметті оқырмандарым, жалғасы бар. Келесі бөлімдерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Арнамда бұл әңгіменің барлығы бөлімдерімен көрсетіліп тұр. Егер түсініксіздеу болса, басынан бастап тыңдауларыңызға болады. Ал аман сау болыңыздар.